Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен медицина ғылымдарының кандидаты, денсаулық сақтауды ұйымдастыру және созылмалы аурулары бар пациенттерді басқару саласындағы сарапшы. Өте маңызды жаңалық бұйрыққа 2025 жылғы 3 қарашадағы 131 бұйрықпен өзгерістер енгізілді. Бұл бұйрық Әділет министрлігінде нөмір 21513 болып тіркелген. Бұл құжат созылмалы аурулары бар адамдарға медициналық көмек көрсетудің іргетасы. Ол байқаудың кезеңділігін, мерзімдерін, диагностикалық зерттеулердің міндетті минимумы мен еселігін анықтайды. Өте маңызды жаңалық бұйрыққа 2025 жылғы 3 қарашадағы 131 бұйрықпен өзгерістер енгізілді. Қағидалар жаңа редакцияда жазылды және 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. Сондықтан бүгінгі видео өзекті. Алда уақытта сіздер мынаны үйренесіздер. Біріншіден, динамикалық байқаудың 3 қаржыландыру механизмі. Екіншіден, пациентті есепке қоюдың 3 құжатты ережесі. Үшіншіден, бейінді маман мен мысақ дәрігерінің рөлдерін ажырату. Төртіншіден, ауруларды басқару бағдарламасы, артериялық гипертензия, қант диабеті, созылмалы жүрек жеткіліксіздігі. Бесіншіден, пациенттерді сегменттеудің 3 аймағы. Алтыншыдан, мейіргер ісі маманның кеңейтілген функциялары. Жетіншіден, есепке шығарудың 3 негізі. Бастайық. Бірінші сахна динамикалық байқаудың негізгі ұғымы мен мақсаттарына тоқталамыз.